Ең алдымен баршаңызға құтқарушылар күні құтты болсын деймін. Бұл бейбіт күннің батырларын ұлықтайтын өте маңызды мереке. Бүгін міне кәсіби мейрам қарсаңында Ақордаға келіп жатсыздар. Бәріңізге шынайы ризашылығымды білдіремін. Азаматтық қорғаныс саласының еліміз үшін стратегиялық маңызы ерекше. Конституциямыздың алғашқы бабында адам және адамның өмірі мемлекеттің ең қымбат қазынасы екені анық көрсетілген. Азаматтық қорғаныс саласының әр қызметкері ел қауіпсіздігі және азаматтарымыздың амандығы үшін қажырлы еңбек етуде. Шын мәнінде құтқарушы болу, кез келген төтенше жағдайға дайын тұру, ешқандай қауіп-қатерге қарамастан адам өміріне араша түсу деген сөз. Бұл әрине өте абыройлы іс, жауапты қызмет. Халқымыз өздеріңіз сияқты батыл, ел жүрек және ең бастысы нағыз отаншыл азаматтарды әрдайым мақтан тұтады. Сіздердің адал қызметтеріңіз өскелең ұрпақ үшін өте жақсы үлгі өнеге.